Evet, aha. Assalamualaikum қазақ елі. Бүгін біз акимат Көкшетаудың қаласының акиматына жиналдық. Мы пришли подать заявление на митинг, который просили разрешение провести 5 мая 2023 года, 12 часов дня. Бүгін 26 апрель 26 жыл. Митинг по поводу, мы протестуем против безвизового въезда граждан Китая на нашу территорию. Ассаламуалейкум. Менің есімім Руслан Османов, Бұлақ ауылының азаматымын, Көкшетаулық, Ақмола облысынан. Менің да айтып кетерім, бүгінгі 26 апрель 2023 жыл. Біздің келіп отқан мақсатымыз мынау әкімдікке қалалық. Біз бүгін арыз жазып кеттік, мына Қытайдың кіруіне қарсымыз деп. Соған егерде шынында да 5 майға сағат 12-ге Көкшетау қаласына. Енді менің бар талап ететінім мұны әкімдіктерге сол берген арызымызға қолдарын қойса, соған разрешение берсе деп ойлаймын. Егерде олар да қазақ қой әрине. Олардың да мына жер олардікі да біздікі де. Шынын айтқанда. Егерде шынында да мына халықтың жаным ашиып деген, осыған қарсымын дегендерге Қытайдың кіруіне, егерде болашақтарын келешектерін ойлайтын халық болса, осы 5 күні сағат 12-ге егерде разрешение етсе, соған келулеріңізді сұраймын. Дұрыс. Армысыздар, қалың елің қазағым, менің атым жөнім Нигметов Валихан, Көкшетау Зеренді Қоныспай ауылданбын. Мен де міне мына кісілердің талаптарына қосыламын. Егер бізге міне бүгін нешесі 26-ға уведомление бердік, өз атымнан тағы бір қосып бердім, жанармайдың бағасы көтермесін деп көтеріп жатыр. Егер бізге рұқсат берсе, мамырдың 5 күні кімнің жаны ашиды, бізге қосылыңдар. Солай деп ойлаймын. Тағы бір айтып кетейін дегенім, менің талапты етем, сұраймын да, енді олар да қазақ қой, мұны областной әкімге, қалалық әкімге, райондық әкімге, бізге соғысыған қол ұштарын беріп, осы жазған арызымызды кері қайтармауына сұраймыз соны. Біз халық шығып бар мұңын айтқысы келеді. Соны бетімізді қайтармаңыз. Сол бар айтады. Қолдаймын, Шакенова Гаухар.